көшкенде жылқайдаймын. Ала менен аулыңай барушы едім-ау, дала менен әридаш-ай, әридашым-ай. Түскенде сен есіме ағау беу қарағым, сағынып сарғаямын-ау сана менен әридаш-ай, әридашым-ай. Қалмайда егімдер жаяу зорлық қылса, Шорманың Мұстафасы ятым далылып, атандым сол себептен жаяу мұсайын. Игика, 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 Шорманың Мұстафасы ятым далылып, атандым сол себептен жаяу мұсайын.
вернулась. Говорим чаек, песня прибоя, рассвет пробуди. Сердце как туго море встречает, сердце как песня летит из груди. Звезды в поисках власти по синюю вечность летят до земли. Море до встречи, детские сказки на синих ладонях несет корабли.
Қош алған кезіңде телефоным сөніп қалды. Әлемде жарық сөнгендей сезім пайда болды. Жаяу көшенің бойымен мен жүріп келем. Күтпеші жаным тек қоңырау менен. Қосамын телефонымды үйге жеткен кезде, тосамын қоңырауымды сен сөйлескен кезде. Хабарсыз кетсем де шыдам жетеді, өзіңсіз де өмір өтеді. Төгеді жарық күн көгінен арай, асығып келемін үйге қарай.
hela 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 oh 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 hela 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 Атуда дархан дала сырлы әлем тартуда арбауда сезім айрықша көңіл толқуда сезем алда басталар өмір жаңа құстай самға көкте аңса дарқылданып жатыр томанарда жарқын ойлар бойды алаң есте қалар тек екі сөз бар ерекше тоқтамай билеп тоқтамай билеп
только ты всегда поддержишь и успокоишь. И от зависти и слез ты меня укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой симфуя. Благодарность я руки твои целую. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Ты слышишь, мама, будь всегда со мной рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, и меня за все, мамочка, прости. Это мы вместе, на душе светло. Мамочка родная, как с тобой тепло. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровая, мамочка, была. Жизнь мне подарила, мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Ты слышишь, мама, будь всегда со мной рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, и меня за все, мамочка, прости. Бісміллә, сөз бастайын арабшалап, қонсын деп алашқа қот, қазаққа бақ. Еліме есеумен енші беріп, жыр сыбаға дардайын табақ-табақ. Аққанат періштелер біздер жайлы, жеткізсінші жаратқанға тез ақпарат. Баршаңызға Алланың нұры жаусын, сәлем бердім алдарыңызға, қазақшалап. Кеттік. Қошеметтеріңіз қайда? Шымкенттікілер жасасын ағай. Әлемнің бәрі танитын Шымкент, сен біздің өзің келіп көріп кет. Қонақ жер халқы сені күтеді, жұмыстың бәрін тастап келініп кет. Шырайышым ала ғой гүл Шымкент, дастархан оқып жаятын Шымкент, қазыннан қарта қоятын Шымкент, жек-жаттың төрді шығарып қойып, көркіне қарап тоятын Шымкент. Шырайышым ала ғой гүл Шымкент, мәңгілік жасай бер Шымкент, Шымкент. Көздердің жанған көркей Шымкент, көзіңді жеткіз Шымкентке бірге. Шырайышым ала ғой гүл Шымкент, мәңгілік жасай бер Шымкент, Шымкент. Көздердің жанған көркей Шымкент, көзіңді жеткіз Шымкентке бірге. Шырайышым ала ғой бұл Шымкент, шырайышым ала ғой бұл Шымкент. Келгендер кет алмайтын бұл Шымкент, кейбіреулер жет алмайтын гүл Шымкент. Өнер мен жыр достанның мекені, бас имей өте алмайтын бұл Шымкент. Шырайышым ала ғой бұл Шымкент, күндіз-түн тойлайтын да сол Шымкент, өнерге тоймайтын да сол Шымкент. Шымкентте бар ма
берсін Шымкент көздердің жалын көркей Шымкент көзіңді жеткіз Шымкентке бірге сарайлы сымғала ғой гүл Шымкент мәңгілік жасай бер Шымкент көздердің жалын көркей Шымкент көзіңді жеткіз Шымкентке бірге сарайлы сымғала ғой бұл Шымкент сарайлы сымғала ғой бұл Шымкент Көке рахмет. Азат елімнің тарландарына ризамын мен Дархан далымның арландарына ризамын мен Ризамын мен Ризамын мен Ризамын мен Бар жанда санарман рухы биік қандай ең бағына жаралған жігіттер нарда әр бір өтілген көк бір қыз көтерген серттеріне дайман сынақтан еш ескенбеген ұран еткен батыр бабасын дұшпанға татыс бүрмеген жаңа аямай құрған табасын тұғалары биік таудан ата жолын ұстап қалған жұлдыз болып күлте жанған ешкімге бағынбас жүрегі азат тең келетін шыңдармен дәл осындай ұлдармен мақтанатын қазақ тұлпардай боптың артырған олай елде туған ұланда алашым деп алап тұрған алтын қанат бізің қыранда келсе баға ұшқан алда келген жиғатыстан әрқайсысы бір арыстан азат елімнің тарландарына ризамын мен Дархан далымның арландарына ризамын мен айбарларды көргенде сені ұмытсам біз ризамын мен елерге намыстарын бермес азат елімнің тарландарына ризамын мен Дархан далымның арландарына ризамын мен сені ұмытсам біз ризамын мен елерге намыстарын бермес ризамын мен азат елімнің тарландарына ризамын мен сендермеге намыс ерлерге ризамын мен азат елімнің тарландарына ризамын мен Дархан далымның арландарына ризамын мен айбарларын көргенде сені ұмытсам біз ризамын мен елерге намыстарын бермес азат елімнің тарландарына ризамын мен Дархан далымның арландарына ризамын мен айбарларын көргенде сені ұмытсам біз ризамын мен елерге намыстарын бермес сахнада бүгінгі кештің құрметті қонағы, құрмет орденінің иегері, белгілі әнші, продюсер Қыдырәлі Болманов.
адамдар. Қошемет. Жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілікпенен татулық дейтін берік болсаншы тасқа малдарым. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патша адамдарың, бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың. Жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілікпенен татулық дейтін берік болсаншы тасқа малдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патша адамдарың, бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың. Жақсы адамдарым. Көп рахмет. Шымкентте гүл қалды мекен. Мына гүлді алатын бір джентльмен бар ма мына жерде? Көмектесіп жіберетін, кәнекей. Көп рахмет. Қайырлы кеш, қымбатты Шым қаланың шырайлы, шуақты, сондай бір ғажап көрермені, баршаңызға басымды иіп алғысымды білдіремін. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін құлыншақтарыңыздың өнеріне баға беру үшін, тамашалап, қолдау үшін арнайы келіп отырсыздар. Көп рахмет. Мен де бүгінгі күнге сонау елордасынан арнайы келіп отырмын. Себебі жалпы біздің ертеңіміз, болашағымыз балалар болса, сол балаларымыздың алғашқы тойы, қас-қас тұрып тай-тай басқан алғашқы мерекесі бір жас тойы деп Шымкент қаласындағы Қарақат мектеп студиясын шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгін шын мәнінде өте елеулі күн, тарихи күн. Әрине, сіздердей жанашыр, өнер түсінетін, өнерді қолдайтын көрермен болмаса, дәл осындай мереке болмаған болар еді. Ай жаным сол, рахмет. Бүгінгі күнге керемет шуағын шашып, берекесін келтіріп, жүрегімізді қуанышқа толтырып отырған өздерсіздер, құрметті көрермендер. Олай болса, қадамдарыңыз құтты болсын дейміз. Талпынып, үлкен сахнаға аттап шыққан құлыншақтарымыздың қадамы құтты болсын. Бақытты күніміз, шуақты күндер көп болсын дей отырып, әр қарай тамаша әнімізбен концертімізді жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Әдемі деп бір топ Қарақат мектебінің шәкірттерімен ән саламыз. Қабыл алыңыздар, барша Шым қаланың әдемі аруларына арналады. Көңілдірек! Тағы да!
Ұлы дала ұланып, біз баламыз әдемі. Біздің әп шырқаған әнімізде әдемі. Болайық шарқашан, бәріміз де әдемі. Біздің әп шырқаған әнімізде әдемі. Болайық шарқашан, бәріміз де әдемі. Болайық шарқашан, бәріміз де әдемі. Қазір жауып өткенде, жаңбырдан әдемі. Күзде қыста көктемде, барлығы да әдемі. Балдырған бақтардың көктемі де әдемі. Балғын шақтардың өткені де әдемі. Әдемі, 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 Қарақат Абилдина! Қазақстан Республикасының еңбегі Көп рахмет. микрофон. Бүгінгі күн де әдемі. Солай ма, көрермен? Көңіл күйіміз жақсы ма? Естілмейді. Рахмет, апау. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, қазақ өнерінің жанашыры Қарақат Абилдина. Көп рахмет. 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 Бүгін Шымкенттің гүл сататын дүкендері 8 наурызды ойлаған шығар сіздерді көріп. Қандай тамаша. Қарақат ханым, өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Біздің Шымқала тұрғындары, біздің жерлестеріміз де өте қуанышты деп ойлаймын. Өзіңіз Инстаграмда уәде еткендей жаныңызға шыға келдім. Естеріңізде ме, қонақтар? Инстаграмда қандай Қарақат апайдан уәде болды? Айтқандай, осы Жүлде. концерттің қарсаңында мен бір инста оқырмандарыма жұмбақ сұрақ қойып жасырған болатынмын. Осыдан 17 жыл бұрын түсірген клип. Осы көрініс қай клипке ұқсайды деген біраз көрермендер ұмытып қалған, сондай бір күрделі деп айтсам болады сұрақ қойған кезде өте дұрыс жауап берген бір оқырман болды. Және ол оқырман шым қаладан болып шықты ең қызығы. Және де дәл сол оқырман бүгін сіздердің орталарыңызда болу керек. Кәнекей, Мако деген... Мако Мұрат. Мінекей, Мақпал деген ару қызымыз. Құттықтаймыз, қошеметтер қойыңыздар ортамызда. Мынау әлеуметтік желі деген жақсы болды ғой. Қазір әлеуметтік желі арқылы әлемнің түкпір-түкпірінде жүрсек те бір-бірімізбен байланыс орната аламыз. Сұрақ қоя аламыз, ойындар ойнатамыз. Және де осы әлеуметтік желі арқылы таныс болып жатамыз. Сол сияқты Мако, өзіңізбен танысқаныма қуаныштымын. Ал көптеген жауаптар болды, бірақ сіздікі ең бірінші тапқан, ең дәл тапқан жауап болды. Сіз өзіңіз оны білдіңіз бе, әлде біреуден сұрап алдыңыз ба? Негізі түнгі бірдің уақыт еді ғой, 12-ден асып кеткен, бала шағаны ұйықтатып, енді қолымыз телефонға жеткен тұғын. Сөйтіп қарасам, менен алдын 5-6 комментарий түскен екен да, көбісі асыл досым деп жазыпты. Онда да жаңағы машинаның айнасында бүйтіп қараған кез бар, бірақ мен ойладым, ол кезде көзілдірік бар еді ғой дедім. Екінші, тағы бір клипіңізді қараған, енді бүйтіп қараған кездеріңізді бәрі ұқсатып жатыр ғой, аяулым деп көбісі жазған. Сосын кейін машина болғаннан кейін сол Кеңес Дүйсекеев ағамыздың әні сөзін жазам деп ұмытып кетіппін. Исраил Сапарбаев ағамыз. Негізі әнді айтқан кезде міндетті түрде ақын мен композиторды айту керек. Орындаушы Қыдырәлі Болманов ағамыз тұғын. Сонда сіз түскенсіз жаңағы Lexus автокөлігін айдап келе жатқан кезіңіз. Сөйтіп соны жаздым. Жазғаннан кейін біраздан кейін маған дайректке келді. Құттықтаймын, дәл таптыңыз деп қуандым. Сол. Дәл сол әннің қайырмасын айтып бере аласыз ба? Көрермендерде
ести отырсын, ол қай ән болды сонымен? Айым деймін, күнім деймін, жарым деймін, жұбым деймін, мына жарық дүниеде жанымдасың бүгін менің. Айналдында қараңғаным, аққудайын таранғаным, айға қолым созған жандай, жайдым құшақ саған жаным. Осындай ән естеріңізде ме? Қошеметтеріңіз болсын, құрметті қонақтар. Арнайы Қарақат ханымның атынан қателеспесем Алматы қаласында жасалған өзіңізге деген осындай бір ерекше сый құрмет бүгін мен әдейі Шымкент қаласындағы Қарақат мектебінің мерейтойлық концертіне санаулы ғана сыйлық дайындап алып келген болатынмын. Сол сыйлықтың ең алғашқысын сізге сыйлаймын. Бұл енді сәукеле кейпіндегі қыз баланың әшекей бұйымдарын салатын шкатулка. Элит сундук деген бір тамаша заманауи компания бар. Соларға арнайы тапсырыспен жасадым. Өзім де қазақтың ұлттық дүниелеріне ерекше құрметпен қарайтын қызбын, және сыйлығымда да бір ұлттың иісі шығып тұрса деген тілекпен. Өзіңіз бақытты күйде тұр екенсіз. Ол ма қыз ба білмеймін, қалай болған күндің өзінде той шақырып тұрсын. Қазір енді дамыған заман ғой, мен енді декрет демалысқа шықтым. Оразхан менің әріптесім, опера және балет театрында екеуміз істегенбіз. Содан осы жақындаған кезде УЗИ-ге түскен кезімізде қыз бала деді. Менің 2 ұл балам бар, жүрегіміз жарылып отыр. Оны тағы үлкен ұлым бар осы жерде. Есімін кім қоясың десек, Аяла деп қоям деп ниет қылып отырмыз. Міне қызық, мен соны сезгендей, білгендей, мынау үкілі әдемі бұйым, сыйлық бір жақсылықты шақырып тұрады енді Құдай қаласа. Үкілеген қызыңыз аман есен келсін өмірге, той шақырып тұрсын, бұйырса осылай бір жасымыз тойлап жатырмыз ғой, тұсауын кесіңіз, содан кейін әдеміліп үкілеп ұзатыңыз деген көптеген тілегіміз бар. Көп-көп рахмет инста оқырманыма. Қошемет! Шымкент қаласының тұрғыны. Рахмет. Қарақат апайдың ең керемет, ең мықты оқырманның бірі деп ойлаймын. Әнді де білет, мәссаған. 17 жыл бұрынғы әннің кәдімгі қайырмасымен айтып тұр. Шын жүректен қуаныштымыз. Десекте, Қарақат ханым, бірнеше сыйлықтарды тапсыру рәсімін бастасақ. Ойынның шарты өте оңай. Біздің бірнеше ата-аналарымыз, біздің шәкірттердің нағыз жанашырлары бүгінгі кештің төрінде қонақта. Әрине, біз осы Қарақат мектеп студиясынан Қарақат ханым мен Қыдырағадан сыйлық болғандықтан, Қарақат ханымның сыйлығы болғандықтан бұл тақырыптан алыстағанымыз жоқ. Осы отбасыға, осы мектепке, яғни осы тақырыпқа сай бірнеше сұрақтар қояды. Құрметті қонақтар, бұл сұрақтың жауабын, ең бірінші сұрақтың жауабын сіздер барлықтарыңыз білулеріңіз мүмкін. Дегенмен 4 адам жауап берсе, ол өтпейді. 3 адам бірден жауап берсе де, ол өтпейді. Біз қол көтереміз, ең бірінші кім қол көтерді, сахнаға шақырамыз, жүгіріп шығып келеміз. Сұрақтың жауабын айтамыз, екінші сұрақ қояды, ол сұрақтың жауабын айтамыз, 2 сұраққа жауап берген жанға арнайы сыйлық бізден. Ең бірінші сұрақ, өте оңай сұрақ. Мен өзім Шымкентте тұрғандықтан білем. Атың кім десе, бәрі бірден айқайлайды, Серік деп. Олай емес, қол көтерейік, біз ортаға шақырайық. Келістік па? Мүмкін болса залдың жарығын берсеңіздер. Ең бірінші сұрақ. Қарақат мектеп студиясы ең алғаш қай қалада, қай жылы ашылды? Қанекей. Ең бірінші қол көтерген, қолды ұстап қаламыз, түсіріп атсыздар сіздер қайттан. Сіз көтердіңіз, я келіңіз. Келе қойыңыз ортаға, келіңіз. Қошемет етіп қояйық, бір ата-анамыз. Келіңіз. Рахмет. Қарақат мектеп студиясы қай қалада, қай жылы ашылды? Қарақат мектеп студиясы Алматы қаласында.
Рахмет, келесі. Рахмет, жаңа кісінің білетін біліп шақырдым ғой мен келіңіздер. Ең алғаш қай қалада және қай жылы ашылды? Астана қаласында 2009. Қай қалада қай жылы ашылды? Қарақат абай қай кісі бірінші қол көтерді? Мәссаған, мынаны жауабын бәрін біледі деймін ғой мен. 2008. Дұрыс, қошемет. Келіңіз. Биыл біздің Қарақат мектебін ашқанымызға 11-ші жылға аяқ басты. Ең алғаш Қарақат мектеп студиясы елордасы Астанада 2008 жылдың қай айында деп тағы да бір күрделендіріп қояйын. Құттықтаймыз, қуаныштымыз. Наурыз айында, дұрыс. Рахмет. Келесі сұрақ. Енді бұл кісіге екінші сұрағымыз бар ғой өздеріңізге уәде еткендей. Қарақат мектеп студиясы Қазақстанның қай қалаларында бар? Қарақат мектеп студиясы бірінші Астана қаласында ашылды. Жалпы айтатын болсақ Астана, Атырау, Ақтөбе, Тараз, Қызылорда, Шымкент, Алматы, бүгін ғана Сарыағаш қаласында ашылды 8-ші болып. Қошеметтеңіз. Қошемет, көрінен. Тамаша, шын жүректен қуаныштымыз. Келесі сұрақ. Вот енді осы оңай сұрақ десем қателеспеймін. Қарақат абай ең бірінші қол көтерген жанды сіз байқап тұрыңыз, мен сұрақты оқиын. Қарақат ханым қазақтың қандай көне жоғалған аспабын сахнаға алып шықты? Иә, сіз. Жетіге. Қошемет! Ең бірінші қол көтеріп, жетіге деп айқайлағансыз. Олай болса, әрине бұл оңай сұрақ. Оны барлық Қазақстан біледі. Елбасының өзі соны ерекше бағалап, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері деген атағын берген болатын. Десек те, алғаш сол аспапты ұстап, мен көрермендерге қандай ән орындадым екен? Тамаша. Бір подсказ дейміз ғой, болсын өте бір жауап. тарихи фильмде сол ән және де менің даусыммен пайдаланылған, қолданылған. Бір подсказ бар рұқсат. Қандай ән орындады ең алғаш жеткенмен? Енді рахмет, балапан қаз бүлдірген асқан Жақсы, сіз келіңізші. Балапан қаз дедіңіз, бірақ сол әнді қазір көрерменге айтып беруіміз керек болады. Мен айталам дейді. Апау, сіз маған әділ қазы болуға көмектесіңіз, е? Екісінің бірін жеңейік. Балапан қазды жақсылап тұрып. Негізі балапан қаз деп сіз тапқан жоқсыз, сіз айтуға қақыңыз жоқ. Қалай? Ал кәнке. Бұл өлке біздің ауыл жайған жер ай, желге асау қолы байлаған жер ай, көзіме от жалындай көрінеді ай. Айде! Тебізіп қолаңдайма ойнаған жер. Енді бағымыз міне. Қалсамам, құшырдың ұясынан балам қазай. Ал енді көрермен кімге беру керек жүлдені, соны мен ұқпайған білмеймін. Апа? Бірінші ма, екінші ма? Танысың. Апа келіңіз емес па сіздің жерде? Ойланбай бірінші қыз деді ғой. Жақсы. Біріншінің аты қашанда бірінші, келісесіздер ме көрермен? Сізге рахмет айта отырып. Иә, осы бір әдемі сау келе сіздердің үкілеп өсіріп отырған бала-шағаңызға мінекей 3 баласы да дәл осы әнмен ұйқыға батады екен. Өте қуаныштымын, балапандарыңыз аман болсын. Келесі
келесі сұрағымыз Қыдыр ағамызға қатысты. Қыдырәлі Болманов қай мемлекеттің басшысынан сыйлық алды? Ол қалай аталады? Қай мемлекеттің басшысынан? үнсіздік. Апамызды көрдім мен, бірінші қол көтерді ғой деп. Сен микрофонмен жақындайсың ғой, мен айтып тұрғанымыз. Солай біз уақытша тез үнемдейміз. Сонымен Қыдырәлі Болманов қай елдің басшысы? халық әртісі деген атақталды. Және ол қалай аталады? Рахмет. Мен шамалап тұрмын, Назарбаевтан алтын сағаттаға. Апа, Қазақстан Республикасы ол кісіге әлі еңбегі сіңгенді берген жоқ. Қай республикадан халық әртісі деген атақты алды, берді демек. Қарашатында көде болды. Қол көтерейік, білетін кісі қол көтерсін. Дейміз ортаға шақырайық. Сондай бір айтулы, елеулі, біздің шоу-бизнесте ешкім алмаған өте бір жоғары дәрежелі марапат алды. Бір, оны айтасыздар, және де қай мемлекеттің халық әртісі атағын алды. Сәл күрделендірсем сұрақты. Осы екі сұраққа жауап берсеңіздер, тамаша болады. Екі сұрақтың жауап беретін жаңа таба керек. Әне көтеріп тұр ғой, барсайшы. Келеміз. Қош келдіңіз. Шешенстан мен Өте дұрыс, Ингушетия халық әртісі Қыдырәлі Болмановқа қошеметтеріңіз. 2015 жыл. Ал қай елден өте жоғары мәртебелі марапат алды? Қазақ шоу-бизнесте ешкім ол марапатқа әлі ие болған жоқ. Англия королевасының эксклюзивті сыйлығының иегері. Қошемет тұрайықшы. Біріншінің аты қашанда бірінші болсын. Сатына қашырайықшы. Сіздермен өте жақынырақ танысу мақсатында осындай ойын ойнатып жатырмыз, құрметті көрермен. Өз ұлдар қыздарыңызды біліп танып жүріңіздер деген ниетпен, сондықтан да үлкен рахмет, Қыдекеңнің шығармашылығын бақылап жүреді екенсіз. АБК тобының бір әнін айтып бересіз ба? Қай әнімен өстіңіз? Түніменен тереземді тамшырды. Ән айта алмаймын дейді, жарайды, қошемет. Қошеметтеріңіз. Жеңісіңіз құтты болсын. Шынында да қай мемлекеттің халық әртісі атағын алған білетін жандар кем-де-кем бір адам шығар, мен ойлаймын зал бойынша. Келесі сұрақ Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Абелинаның ең алғаш дуэт әні. Жаңағыдай болды ғой, менің атым Серік деген сияқты. Ең бірінші қайсысы қол көтерді? Келе қойыңыз, қошемет. Шабыла құрып қойыңыздар. Ең алғаш қол көтеріп дұрыс жауап берген. Ең алғаш дуэт әні. Ал менің ең алғаш орындап шыққан, өзімнің жеке әнші ретінде орындап шыққан әнім. Халыққа мені танымал еткен ән. Асыл әжем подсказ болып қалды. Асыл әжем әнін, не болмаса аяулым әнін шырқап беріңізші. Асыл әжем, аңсаған сағынышым, сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Апам, жүлде береміз ба? Берейік деді ғой апам. Қошеметтеріңіз болсын, арнайы. Қошемет! Құттықтаймыз! Ең алғаш дуэт әнін тауып, сонымен қатар тамаша. Әрине патша көңіліміз барлықтарыңызға сыйлық таратуға, ойын қызықты жалғастыруға
дайын, бірақ та алтын уақыт барлығынан да қымбат. Сіздер концерт тамашалауға келгендіктен, осы бір кішігірім дайындаған сыйымызды, құрметімізді қабыл алыңыздар. Әр қарай концертімізді тамаша әндермен жалғастыруға рұқсат па? Әрине, мен енді құрметті Қарақат ханым, өзіңізге деген алғысымыз шексіз. Біздің шәкірттермен бірге шақырып, бірімен емес, екісімен емес, топталып, ән шырқап, Қыдыр ағамызға алғысымыз шексіз. Сонау елордадан келіп біздің балалармен ән шырқап жатқанына. Дегенмен біз Қыдыр аға мен Қарақат ханымның әнін тыңдамасақ, ол қалай концерт болады? Мен көрермендер атынан, өзіміздің мектеп әкімшілік атынан дейін өтініш жасайын. Сахнаға кімді шақырамыз ол үшін? Англия королевасының эксклюзивті сыйлығының иегері, единственный Ингушетия халық әртісі дейміз ғой. әнші, Біртүрлестер, апа. продюсер, Бірақ енді шындығы солай. Қыдырәлі Болманов! Қошеметтеріңіз болсын! Ал кәргел. Асыл шағын. Барша жұптарға арналады. Махаббаттарыңыз мәнді болсын, баянды болсын. Сенсің бағым, сенсің жарым, жүрегімнің қалауы. Жүрегі бір, жүрегі бір, сүйген жандар бағалы. Қалағаным, бағаладым, өзімді жарым деп. Басқа болған, доста болған, бақытым да барым деп. Асыл жарым, қасыңдамын, одан артық не керек? Бірге жүрген, бірге күлген, күндеріміз керемет. Асыл жарым, қасыңдамын, мәңгі бірге жүрейік. Сіз біздесің, біз бірлесіп, мәңгі өмір сүрейік. Қалағаным, бағаладым, өзіңді жарым деп. Қолдасыншы, қорғасыншы, екеумізді таңертең. Өзің деген, сезім деген, мен бақытқа кенелем. Қызығы мол, шаттығы зор, өмір тәтті не деген. Асыл жарым, қасыңдамын, одан артық не керек? Бірге жүрген, бірге күлген, күндеріміз керемет. Асыл жарым, қасыңдамын, мәңгі бірге жүрейік. Сіз біздесің, біз бірлесіп, мәңгі өмір сүрейік. Әрбір басына Алладан бақыт тілейміз. Асыл жарым, қасыңдамын, одан артық не керек? Бірге жүрген, бірге күлген, күндеріміз керемет. Асыл жарым, қасыңдамын, мәңгі бірге жүрейік. Сіз біздесің, біз бірлесіп, мәңгі өмір сүрейік. Сіз біздесің, біз бірлесіп, мәңгі өмір сүрейік. Рахмет. Жаңа ғана бізге гүл табыстаған келесі шырқалатын әніміздің авторы. Сіздердің жерлестеріңіз, талантты композитор Нұрқожа Сейітжанов. Қайдасыз? Әнекей, осындай азамат
шырқап береміз. Шырқаудан талмаймыз, шаршамаймыз. Ең бастысы, біз жүрген жердің барлығында дәл сол бағым сен әнін бізден сұрап жатады. Сізге басымызды иеміз. Көп-көп рахмет. Осындай тамаша әндеріңіз көп болсын. Жерлестеріңізге қошемет қайда көрермен. Керемет әннің авторы бағым сен Нұрқожа бауырымыз. Бәріміз бірдей қол шапалақ. шөбереңіз бақытты болсын. Өнер адамы Бара-бара біздің болама. мектептерге тек қана Қарақат деген аты бар қыздар келетін шығар. Өте қуаныштымыз. Сіздерге ұнады ма мереке? Қол
соғып қошеметпен класстарыңызды бітірсеңіздер болады. Бүгінгі мереке сіздерге ұнады ма? Қасырақ бола ма? Көп рахмет. Ал келесі кезекте мен барша апаларым қол соққанын көрдің бе? Ақжауап киіп алып, қолды соғылып, бәрімізді жүрегіне жылумен жылытып отқан апаларымыз мың жасасын! Әрі қарай келіңіздер. Концертімізді әрі қарай жалғастырамыз. Болашақ бүгін сахнада біз көрсетіп тұрсақ өнерді, келесі сахнаның жұлдыздары міне өздеріңіздің ұл қыздарыңыз. Болашақ халық әртістерін қарсы алайық! Тамаша! Бастайын әңгімемді сәлемменен. Жігітім өзін елге дәлелдеген ағайын қара өлеңді құйқыл жұттым. Кінәртпа айтпады деп әуенменен. Оу, бауырым, мына оңа жол болсын. Айтпасаң, айтпай-ақ қой әуенменен. Сен қашан өзіңді елге дәлелдебең? Сөзіңді дер кезінде тоқтатпасақ, дерсің сен жалғыз әртіс әлемде мен. Тәйірі бізден қалған өлең деген. Ұлдардан жеріміз жоқ төмен деген. Айтысып мақтаншақтың аузын жабу қазақтың салт емес пе көнермеген. Ей, шаман келсе біздермен жөндеп айтыс, келмесе жөні кітап жөнелдірем. Үш түлкі бір қозыны талап жатыр. Қозы неге қарсыласпай қарап жатыр? Ой, осылай бірдеңеге ұрынады, біздерге айтпай кеткен жалаң батыр. Жүз жерден айтылса да арман өлен, аққу біткен ойнамас қарға менен. Қай кезде қабысы бет ақ пен қара, одан да алыста бір самға дерем. Сабақ үстінде құтырып, шаршаттыңдар талай күн. Ашытқандарың аз беді, миын мақсат ағайдың. Соқтықпай аулақ жүріңдер, сендерден соны қалаймын. Айтқанға егер көнбесе, көкесін көрсет, арайлым. Бойға сыймастан тасып қандарың, байқалып ақ тұр асық қандарың. Есерлік мінез көрсетіп жатса, қыздар-ау, бұған жасып қалмағын. Осы шама қатырғандай бірдеме, өзін жұлып жеп тұр бұл неге? Әр қарай не істер екен көрейік, келгеніңді сездірмей тұр үндеме. Аш қасқырдай жаланып тұрыстарын қарашы, біз дайындауға арнаған жұмыстарын қарашы, жасырынып тығылған қуыстарын қарашы, байқаусызда ұсталған қылмыстарын қарашы. Қашанда намысы бір бөріктінің, мен сендерді кездейсоқ жолықтырдым. Жігіттерді жәбірлеп жатқаннан соң арашалап алам деп келіп тұрмын. Жауың бедік, алардай арашалап. Біз де тұрмыз сендерді тамашалап. Ұсталған өздері ғой абайсызда, қыздарды андығанда оңашалап. Өлеңді мен бастайын жаңашалап. Қуана бер құттарып қара сабақ. Сен біреуге крыша болмай тұрып, алдымен өзіңді алсай шарашалап.
Қашан көрсе, осы дау азайтпаймыз. Біз бұмен жақсылықты молайтпаймыз. Баулыған баршамызды ұл өнерге, мектептің мерекесін неге айтпаймыз? Неге айтпаймыз? Оу, бауырлар, старысты айтқан ой лайығымыз. Бірлік болса шайқалмас қайығымыз. Жігіттер, кінә бізден болса егер, сайра төлеш өтесін айыбымыз. Барамыз қуаныштан толқып бүгін. Әрбір күн біздер үшін бол құтты күн. Қарақат мектебіне бір жыл болса, біз өнерде бір жасқа толдық бүгін. Сабақ үсті әуен тыңдап не түрлі музыкалық біліміміз жетілді. Аяпай сөйлегендер сөзі сольфеджионың ноталары секілді. Гүлчехра апайдың фортепиано сабағы оқушының жанында мәңгілікке қалады. Хуснорадай ұстаздың жарқ еткенде жанары классикалық әуендер жүректе мәңгі қалады. Сезімдерді бірден сезіп тіреткен, әр шәкірттің қадамына гүлеккен, Айжамалдай апайымыз біздермен бірге жасап, не бір қызық күн өткен. Сафура апай, Ақбаяндай ұстаздар күйдің тілін оқтырады жүрекпен. Бабадан бізге жеткен төл мұраны санамызға ақ қардай қондырады. Ұстаздар Жанат апай, Кәмшат апай ұстатып қолымызға домбыраны. Тәріптеп дәстүрләнің құдіретін біздердей жас ұрпаққа жол қылады. Наргиз апай нұрландырса жаныңды, Амин апай анамыздай қадірлі. Бұлбұлымдай ұстазымыз бұлбұлдай, шырқатады шықпай тұрған әніңді. Шаттыққа бөлеп шексіз күйге тегі, дейді ел, өнер сені сыйлы деді. Алуадай, Эльмирадай ұстаздарым бидің барлық қыр-сырын үйретеді. Қырдың гүлін билете, ерке самал, біздерді осы ұстаздар билетеді. Бұл мектепте өнердің қанық болсақ сырына, бізді өзіне тартады төгіп шуақ шығыла. Мақсат ағай біздерді балап қызбел онына, театр мен киноның жетелейді шыңына. Өнерде білім беріп сан салалы, біздің мектеп жаһанға шар салады. Мектепке жеткен кезде алып ұшып, Диана апай күлімдеп қарсы алады. Біздер үшін жүгіріп, Оразқан ағай ұйымдастырады осындай бар шараны. Осының барлығының басын құрып, біздер үшін шырылдап, қанша жаны.
әр оқушым биікке жетсе дейді, бағылғандай басшының аңсағады. Әлі талай көз жетпес биік шыңда. Қарақат мектебі ән салады.